Волоколамск тас жолы. Таза қырынудың құпиясы. Бірінші бөлім. 3-4 күн бойы міндетімізді қаузадық. Барлық 5 бағыт бойымен взводтар жүріп, маршрутты жолда солдат қадамымен санап шықты. Ара қашықтық мөлшері, жиналуға, жүріспен қанат жайып орналасуға кететін уақыт көрсетілген құжат жасалды. Қарашаның кеш ататын ызғарлы тымық таңы қылаң бере, осы қағазды алып Торытөбелмен дивизия штабына бардым. Сіреу қар қатқан қара жолдың ернеуі сықырлап, тоқылдаған аттағасы шалшық бетіндегі жұқа мұзды күтірлете шағып келеді. Міне, Панфиловтың штабы орналасқан Шишкино деревнясына да жеттім. Мұнда маған генералдың құжатты өз қолыма әкеліп тапсырсын деген өкімін айтты. Панфилов тұратын үйге де келіп кірдім. Дағдыдағыдай ақ халат киген егделеу шаштараз солдат дивизия командирінің сақал мұртын алып жатыр екен. «Кіріңіз, қазір босаймын, тізе бүгіңіз», деді Панфилов. «Жолдас Зайченко, тездетсеңіз». «Машинкамен шүйдеден төмен түсті бастыруым керек. Желке жақтан жасарта түсейін». «Жоқ, оны келесі жолға қалдырыңыз». Шаштараз наразылықпен тамағын кенеді. Панфиловтың күн қағып, әбден тотыққан желке жағындағы қара сұр шашы расында да үрпейіп өсіп кетіпті. Мұқият бастырылғанын осы таяуда ғана тыныштықтың алғашқы күндері көрген сияқты едім. Бұл тыныс алуымыз басталғалы да 2 аптадан аса уақыт өте шығыптау. Біркелкі ырғақпен ақырын тысырлаған ұстара жүзі генералдың бетіндегі ақ көбікті сыпырып жатыр. Ауыз айналасындағы терең қатпар да жалаңаштанды. Бұрқыраған сабыннан ақырындап тік біткен жігерлі мығым иекте аршылды. Тағы бір қимылдан соң иектегі жұмсақ шұңқыр да көрінді. «Бәрін қашан бір дұрыстап алдырар екенбіз, жолдас генерал?» деп сұрады шаш алушы. «Гвардиялық атаққа қай кезде еңбегіміз сіңеді, міне, сол кезде жасаруға кірісемін. Сонда өз қолыңызға бір жола өтемін, уәде берейін». Панфиловың мұнысы әзіл еді. Әлбетте, қалжыңының өзінен адамның жан жүрегі көрініп тұратыны мәлім. Таяуда Қызыл армияның айрықша көзге түскен бірнеше дивизиясы гвардиялық атақ алғанды. «Бірақ сізде маған уәде етіңіз», деді Панфилов. «Ондай күн туған күні сақал мұртымды құруды ұмытып кетпеңіз. Мейлі аспан айналып жерге түссін, ал сіз...» Генерал қулана жымиды. Маған бұл кісінің Волоколамскіге баса көктеп кірген немістердің дивизия штабына тақалған сәтін әңгімелегені есіме түсті. Сол сәттегі ахуалымыз жолдас Момышұлы аздап штабтағы қызметкерлерді қалайда дүрліктірмеу керек болып қалды. Қырынып алайын деп шаштаразды шақырттым. Ал көшеде тарс-тұрс атыс, шаштараз ұстарасымен сүйкеушін тастай салып безе қашты. Дегенмен оқасы жоқ, сол жерде 3 сағаттай шыдадық қой. Ал сіз, жолдас Зайченко, өз фамилияңызды ақтауға тиіссіз. Шаштараз бұл сөзді көңіліне ауыр алып, состиып тұрып қалды. «Жолдас генерал, тағы да сіз енді менің фамилиямның мағынасына дейін жеттіңіз бе?» «Жоқ, сіз мені түсінбедіңіз. Мен фамилияңызды ақтаңыз дедім ғой. Рас, қоянның абырой атағы аса мақтанарлықта емес. Ал шын мәнінде...» Панфилов мойнынан байлаған жапқыш мата астынан қолын шығарып, әлденені шеңгелдей қармағандай арықша саусақтарының ұшын бүрістірді. «Шын мәнінде қоян жүректі жаратылыс. Жолдас Момышұлы, сіздің төбеден төнген қыранның көзіне ор қоянның тай салмай қарайтынын естігеніңіз бар ма?» «Иә, қыр адамымыз ғой, естігенмін». «Әне, көрдіңіз бе? Жалған сөйлеп отырғам жоқ. Естуімше қоянға түскен бүркіт көктен тастай сорғалап құлдилайды.
Ал оның қимылын бағып тұрған бұл қыран құс қанжардай сілімін сала берген сәтте бір жақ бүйіріне қарай бұлт етіп ыршып түсіп тұра безеді. Міне, сұр қоянның ерлігі қандай, несіне ренжисіз? Қырыну ісі аяқталды. Генералдың иіс су сепкен қара торы жүзі мұнтаздай болып жылтырап шыға келді. Шаштараз өз аспаптарын жинастыра бастаған. Панфилов айналаға қарап саусағымен жып-жылмағай бетін сипап көрді. Мін жоқ, тамаша, сөйтті де маған бұрылды. Сіз таза қырынудың құпиясын білесіз бе, жолдас Момышұлы? Бұл тек ұстараның қылпылдаған жүзіне ғана байланысты деп ойлайсыз ба? Қане, шеберден сұрап көрейік. Шаштараз жөткірінді. Көбік жағуда да көп мән бар. Мәселе сабындай білуде. Оны маған бірінші соғыс кезінде ақ қарт солдаттар үйреткен. Сабынды көпіршітіп үсті-үстіне жаға бер, және тағы жақ. Ал Литвада, деді Шаштараз, шебер көбікті әбден жағып болған соң бетті саусағымен сылайды екен. Саусақпен сылайды дейсіз бе? Панфилов жадырай күлді. Естіп тұрсыз ба, жолдас Момышұлы, а? Ол қайтадан иегін саусақ сыртымен қақты да, кетелінің жағасын түймелеп орнынан тұрды. Мен де түрегелдім. Бір сөзбен айтқанда, жеңіс қырынуға дейін шыңдалады. Генерал көзін сығырайтты. Алғашқы ұстара жүзі тигенше, түсінесіз бе? Әлбетте түсіндім. Ол не туралы сөйлесе де, ой ниеті алдыда тұрған шайқасқа айналып соға беріп еді. Үздіксіз толғану, іштей жанын жеп, ұрыс идеясын пісіру, Панфиловтың жай күйін осылай бейнелеуге болар. Ол Шаштаразға бұрылды. Сонымен уәде бересіз ғой? Жарайды, қол алысайық. Рахмет, барыңыз. Екінші бөлім. Екеуміз ғана қалдық. Панфилов үсті басыма шола қарайды. Киіміңізді жаңалағансыз ба? Мен расында да жеңі сәл бүрмеліп, қос бүйірі қыналған жаңа телогрейкамен келгенмін. Белдік таққанда жіптіктей болып тұратын бұл сырмалы бешпет әрине қолпылдақтау мақта күпәйкеге қарағанда әлде қайда қонымды. Байқайсыз ба? Деп сөзін жалғастырды Панфилов. Кейінгі кезде біздің командирлер сәндене бастаған. Жақсылықтың нышаны. Кәне, хатыңызда келдіңіз бе? Мен генералға құжатты ұстаттым. Панфилов қағазды ашып ұзақ шұқшиды. Үстел үстінде аузы ашылған бір қорап папирос жатыр. Генералдың қолы солай қарай созылып бір тал темекі алды да, саусағымен уқалап жұмсартты. Одан селт етіп қорапты маған ұсынды. Тартыңыз, жолдас Момышұлы. Кетелінің қалтасынан никель жалатқан жалтырақ оттығын шығарған. Бензині сапалы, деді ол. Бірақ бәрі бір кейде қырсығып қалатыны бар. Бабы қиындау нәрсе. Оттықты бір сәт жұмулы қолына қысып отырды. Схеманы оқуын жалғастыра берген. Бір кезде шақпағын сырт еткізіп тұтатты. Екеулеп түтіндете бастадық. Түптегі пункттерге барлау жасадыңыздар ма? Жасадық, жолдас генерал. Бұл істі кім атқарды? Рота командирлері, ал 4 және 5 бағытқа өзім де бардым. Генерал тағы бірнеше сұрақ қойып, соңынан жайлап арқамнан қақты. Тәрізі құжат көңілінен шыққан сияқты. Тегінде мейлінше риза болды десе артық емес. Егер қарауыңдағы адам діттеген ойыңды қағып алып, өзің күткен межеден шығып, қалауыңды бұлжытпай орындап жатса, әрине бұл үлкен қуаныш. Құжатты штабқа апаруға рұқсат етіңіз, дедім мен. Жоқ, басқаша жасайық. Далалық телефонды алған Панфилов дивизия штабының оперативті бөлімін шақырып, біреуге, маған келіп кетіңіз, сіздерге батальонда құжаттарды қалай жасайтынын көрсетейін, деді. Бұл генералдың бізді мақтағаны еді. Бұдан кейін, сіздерде танкі талқандаушылар командасы жасақталды ма?
деп сұраған. Есіңізде болса, ол осыны бірінші мәрте сұрап отырған жоқты. Взвод бөлдік. Взвод дейсіз бе? Тұтастай ма? Демек сіз адамдарды іріктеп алмаған болдыңыз ғой. Взводта жолдас генерал жұрт өзара үйреніскен, бір-біріне сенеді. Мұныңыз бәлкім дұрыста болар. Командирі кім? Лейтенант Шакоев. Дағыстандық па? Мотоциклші? Әлгі қайсар жігіт қой. Қысқа ғана иә дедім. Соғысқа дейін Алматыда дене шынықтыру институтының оқытушысы бола жүріп, Шакоев шынында да ат бәйгесі мен мотоциклет жарыстарында біршама танымалдыққа жеткен еді. Бәлкім сәйкесіп қалар, деді генерал. Әскери адамның алыстап шалт мінезділеу болғаны да жақсы. Дәл келеді. Оған танкі жайғыштарының мықты отрядын құрған бір командирді көмекке жіберемін. Панфилов ойланды. Тек бір-ақ күнге барады. Менің сол өкілімді күтіп алыңыз, жолдас Момышұлы. Құп болады. Тағы бір айтатын жайт, деді генерал. Ертең сіздерге қосымша күш жіберіледі. Шағын ғана, 50-дей жауынгер, кілең балауса жастар. Панфилов құлағының түбін қасыды. Олармен жұмыс істеп үлгере алмассыз деп қорқамын. Дегенмен лайықты қарсы аларсыз. Осыны ойластырыңыз. Батальон дәстүрін бірден сезінетін болсын. Сізбен біздің қалыптасып үлгерген дәстүріміз бар ғой, солай емес пе, жолдас Момышұлы? Сіз мені түсіндіңіз бе? Байқап отырғаныңыздай, әңгімеміз ұзаққа созылған жоқ. Түсіндім, жолдас генерал, кетуге рұқсат етіңіз. Барыңыз. Сіздің де менің де жұмысымыз әлі бастан асады. 3 бөлім. Қосымша күш ертеңіне жетті. Мұны маған Рахимов мәлімдеген. Батальонды қыстың үскірік аязынан ағаштары жалаңаштанып қалған шағын орман тасасына сапқа тұрғызып, жаңадан келгендерді сонда алып баруды бұйырдым. Сол сәтте мәнін сезінгендей құлақтарын елеңдеткен торы төбелмен батальон сап құрған орынды бетке алғанмын. Түн ішінде ызғардың беті қайтқан, қардың беті қарауыта көрінеді. Тіпті кей тұста мүлде еріп, ойдым ылғал жер жалаңаш жатыр. Қайың мен қандағаштың сидан бұтақтары мен еменнің қарлы борандар түсіре алмаған қоңырқай жапырақтарынан су тамшылайды. Роталар тура орман жиегіне тізіліпті. Смирно, деп команда берген Рахимов рапорт беруге жүгіре жетті. Ұзынан ұзақ сапқа сарбаздардың жүзіне, қырлары жарқылдаған найзаларға қараймын. Сәл ертерек кездердегідей толқығаннан көмейіме жас кептелді. Өз батальоным. Түрлі хабарламаларымда да, көңіл түкпірімде де мен деп атайтын жауынгерлерім. Панфиловтың резерві. Немістердің негізгі соққысының гүрзісі қай жерде тасыр етсе, бұйрық берілген бойда дереу сол орыннан табылатын резерв. Қан майданда қаншама рет ажалмен бетпе-бет келіп, оққа ұшқандарын жерлеп, қатары сиреген батальон картадағы әшейін белгі де, оперативті құжаттағы сызықта ғана емес. Аяғының тұсында винтовкасы, әрбір сарбазға 120 патроннан келетін қаһарлы от қорғасына жасырынған кенеп оқшантайы бар сайып қырандар қатары. Қатары сиреген. Жоқ. Қиян кескі шайқастардан кейін саны азайса да батальон жұдырықтай жұмыла түскен еді. Жеткерек тізілген қосымша күшті бірден байқадым. Бәрі де өрімдей жас, окоп балшығы жұға қоймаған шинелдері де су жаңа. Осы тізбектің басында ересектеу біреу тұр, 40-тар шамасында болар. Жеңіне соғыстың от жалыны шарпып үлгермеген, бояуы қанық қызыл мәуіті жұлдызша, саяси қызметкер белгісі тағылыпты. Саптан бөлініп шығып, ол маған қарай адымдады. Жүріп келе жатып, кеңдеу болғандықтан шығар, көзіне түскен түкті шұға құлақшынын түзеп, артқа қарай көтерген сәтінде қасқа маңдайы жарқ еткен.
Киген солдат шинелі қалың кенептен, сырып тіккен солдаттық белбеуі, қолпылдаған қысқа қоныш керзі етігі, бәрі де тұрпайлау көрінді. Бірақ жүзі мүләйім екен. Қан сөлсіздеу өңі қазіргі мына ашық аспан, таза ауа аясында да сарғыштау сияқтанды. Маған бозарған қой көзін қадап алып қалталақтай басып келеді. Одан алдыма тоқтап, менің қарауыма қосымша күш ретінде 52 адам құраммен келгенін мәлімдеді. Өзін политрук Кузьминич деп атаған. Айтқанын әдеттегіше қолымды шекеме көтеріп тұрып тыңдадым. Армия қатарында көптен жүрсіз бе? 2 айға кетті. Бұрын қайда істеп едіңіз? Экономика институтында ғылыми қызметкер едім. Өзіңізбен бірге келген офицерлерден ешкім бар ма? Тәрізі бұл кезде құлағымызға енді ғана сіңісе бастаған офицерлер деген сөз сонша тосын естілді білем. Ол қайта сұрады. Орта командирлер мен политруктерден бе? Иә. Басқа ешкім жоқ, бір өзіммін. Іштей бір күрсініп, батальон сапына тағы да шолақ қарадым. Шығынымыздың орны көңілдегідей толығар емес. Әне, 1-ші рота қапталында қара торы Брудный тұр. Кезінде де ол орын ширақта. Сан қой Панюковтікі еді. Кейін оны ақсары Дордия басқан. Енді олар қатарымызда жоқ. Донских, Севрюков, Кубаренко да кеткен. Ара-арасынан оқ зуылдап, лапылдап жанған көпенелердің алау жалыны құшағына қираған зеңбіректерімізді тастап, өз қолымызбен көмген бауырластар қабірі қасынан біртіндеп ұзаған сәттің көрінісі естен кетер емес. Брудныйдың маңында танкі жойғыштар взводын басқаратын ұзын бойлы көрікті кавказдық лейтенант Шакоев тұр. Осы взводтың сарбаздары ішінен сарғыш мұрты салбыраған 50 жастағы Березанскийді, алпамса денелі Прохоровты, төртбақ Әбіл Шилібаевты ажыраттым. Белдеріне арнайы қапшыққа салған абажадай ұзын сапты гранаталарын байлап алыпты. Мұндай гранаталардың бірнешеуі өзге роталарда да бар. Саптың қақ ортасында екі жақтан да тиісті аралықты сақтап 2-ші рота тұр. Мұнда тек 80-дей адам қалғанды. Дәл соншасы шайқастар кезінде оққа ұшты. Бір қапталдан сырықтай Заевты көрдім. Ползунов қарап тұр екен. Көнетөз шинелі қонымды солдаттық жабдықтары да ысылған жауынгерлігінің белгісіндей жып-жинақы. Саптың өн бойынан винтовкалардың болат бекітпесі жарқырайды. Біз азбыз. Осынау қиын қыстау кезеңде бізге жіберілген қосымша күш қатары да мардымды емес. Әйткенмен, айбынды күшпіз. Батальон деп аталатын күш. Жолдас политрук, адамдарыңызды мұнда келтіріңіз, деп бұйырдым мен. 4-ші бөлім. Алда біздің тағдырымызды бөлісетін адамдар екі-екіден тізіліп жақындады. Біркелкі сұр құлақшын астындағы жел қаққан жүздері алабұртып, көздері жана қарайды. Сонымен бірге үрпейіп абдырауда бар. Жаңадан келген солдаттардың жан әлемін түсініп тұрмын. Тылдағы тиіп қашқан даярлықтан кейін майданның алғы шебіне бірақ шығу оңай ма? Бірақ мына жақ неге тып-тыныш? Жау қайда? Шайқас қашан басталады? Және осынау қысқа ғана шайқас деген сөз астарына қандай құпия бүгіп жатыр? Иә, бұлардың бойын қорқыныш, тіпті сұмдық үрей билеуі заңдылық еді. Ал ертең оқ пен от астында есеюге тура келмекші. Алайда, қазір ұрыс қарсаңында, бәлкім батальон бастан кешкен арпалыстардан да алапат айқас алдында, мынау мөлдіреген жастардың жігерін қалай жани аламын? Ұрысқа дейінгі аз ғана күн ішінде не істемекпін? Жаңадан келгендерге қарап тұрып дауыстай сөйледім. Жолдастар, бүгін мен басқаратын батальон жауынгерлері сапына қосыласыңдар. Сендер өздеріңді қандай отбасы қабылдап алатынын білуге тиіссіңдер.
Маған командир ретінде өз солдаттарымды әспеттеу ыңғайсыз. Әйткенмен, қазір айтудың реті бар. Бізді немере шөберелеріміз батыр адамдар деп лайықты мақтан тұтатын болады. Осы сәттен бастап өздеріңнің бауырларыңа айналатын сарбаздарыма көз салыңдар. Бұдан бір ай ғана бұрын бұлар да майданға жаңадан келгендер еді. Әрі қарай батальонның жауынгерлік жолына қысқаша шолу жасадым. Бұл құрандары жаудың шабуылдарын оқпен тойтарды. Өздері де немістерді талқандап өкшелей қуды. Дұшпан басып алған селоларға бұза жарып кіріп, қарсыласты қан қасапқа салды. Өздерін көріп тұрған сарбаздар жауып тұрған оқ астымен шегінер шақта да жауынгерлік тәртіпті еш бұзған емес. Бұлар 3 мәрте қоршауда қалды. Сонда да дұшпан әскерін орасан шығынға ұшыратып, өз адамдарына жетіп отырды. Міне, енді осылар сендерді өзінің бауырластық қатарына қабылдамақшы. Орман жиегін жағалай сап құрған роталарды тағы да бір шолып айқай салдым. Мұратов, маған кел, Шилібаев, Курбатов, Березанский, мұндай келіңдер. Алдыма бірінші болып Желаяқ Мұратов жетіп келді. Мығымда әсем мойынға біткен басын шалқақ ұстап, Курбатовта лезде сап етіп қалт тұра қалды. Шилібаев домаланып сәл кешіге жетті. Ентіге басып, винтовкасын аяғына сүйеген бойда қатардан орын алды. Соңғы болып емпелеңдеп немесе анығырақ айтқанда қорбаңдап Жайбасар Березанский келіп тұрды. Ал ол біраз жөткірініп жөтеліп алғаннан кейін ғана барып кеудесін түзеген. Осыларға қараңдар, бұлар менің солдаттарым. Бұрынғыша қатты сөйледім. Даусым орман ішін бірталай жаңғырықтырды. Мына Мұратов рота командирінің байланысшысы. Көріңдер, дәл өздеріңдей қарапайым ғана адам. Бұл қолынан жараланды. Емделу үшін кетіп қалуына да болар еді. Бірақ ешқайда бармай қасымызда қалды. Сонда мұны батыр емес деп кім айта алады? Міне, оның қасында тұрған Курбатов өзі кіші лейтенант шеніне ұсынылды. Әдемі жігіт, сымбатына адам сүйсінеді. Бірақ бұл командирлікке сұлу кескіні үшін емес, жауынгерлік ар-абыройға адалдығы үшін жоғаратылмақшы. Мынау Березанский қимылының сылбырлағына бола менен қаншама сөгіс естіді. Ал қиян кескі ұрыс кезінде взвод командирі жараланған сәтте мен бұған басқару тізгінін өз қолына алуды бұйырдым. Сөйтіп взвод немістердің шабуылын тойтарып, шепті қорғап алды. Ендеше бұл нағыз батыр емес пе? Бұлардың бәрі де... Мен қайтадан батальон қатарын нұсқадым. Бас-басына осындай. Сендер де жолдастар, тура осылардай боласыңдар. Маған қысық көзімен тесірейе қараған Әбіл Шилібаев енді мен туралы не айтылар екен деп қатты тықыршыды білем. Бұған дейін бірде-бір ерлік жасамағаны өзіне аян ғой. Мынау Шилібаев деп сөзімді жалғастырдым мен. Бойы бәкене ғана, әл жуаздау жігіт, көп ұрсатынмын. Бірде тіпті өзін атып тастай да жаздағаным бар. Бірақ бұл бізбен бірге шынайы батырлық жолынан өтті. Шилібаев езуі жайылып балаша мәз болды. Бұлардың осынша ерлікке баруының сыры неде? Өйткені бәрі борыш дегеннің не екенін, жауынгердің ары мен намысы дегеннің не екенін жақсы түсінеді. Отан алдындағы борыш деген бұл... Бір мезет аялдап, жан жүрегіме үңілдім. Иә, мұны шын пейілден айтуға қақым бар екен. Борыш деген солдаттың ең ардақты, ең қастерлі сезімі. Бұдан кейінгі сөзім былайша жалғасты. Өздеріңе қандай талап қойылады? Әуелі тәртіптің өте қатаң сақталуын сұрайтын боламын. Сендерді өбектеп жүрейтіндей жайым жоқ. Менен ешбір аяушылық күтпеңдер. Жауынгерлік міндетті орындамаудың бірде-бірін жазасыз қалдырмаймын. Сендер өз қаруларыңды аялап ұстауға міндеттесіңдер. Жауды қаншалықты жек көргеніңмен қарусыз түк те бітіре алмайсың.
Менің сөзім жастардың жүзінен абдырап аңтарылудың ізін өшіре алмады. Сендерге жәрдемге келетін, деп тағы да батальон қатарын нұсқадым. От пен судан өткен мына жауынгерлер. Қалай, жолдастар, көмектесесіңдер ме? Роталар бір ауыздан гүр ете түсті. Көмектесеміз. Осынау ортақ жауап мені бір сәт қанаттандыра түскендейді. Жеңілейіп, жымимасқа шарам қалмады. Ақыр аяғында жаңадан келушілердің де кейбіреуі, көпшілігі батылсыздау, біразы ашықтан ашық езу тартты. Енді бұлардың біркелкі сұрғылт кескіндері өзгеше реңге алмасты. Қолғабыс жасаймыз, жолдас комбат, деді Березанский нық сеніммен. Кесек тұлғалық Курбатов оны қолдап үнсіз бас шұлғыды. Міне ғажап. Солдаттың жан күйзелісін мен ғана аңғарып тұрған жоқ. Солдат та менің жай күйімді сезінеді екен. Ризамын, достарым. Еркін тұр, деп команда берген соң Рахимов пен политрук Кузьминичпен бірлесе жұртты роталарға бөлдік. Қосымша күш батальон сапына араласып, біздің сарбаздармен жымдасып кетті. Анығында бірден кіріге қалды деуді қиын. Су жаңа шинелдердің ашық тұсы арасы бір талай ажырап, қайта түзілген тізбек ішінен бәрібір байқалып тұрды. 5 бөлім. Кешкі асқа жинала бастаған кезімізде штаб үйіне кірлеу, көне төс күпәйке киген аласа бойлы лейтенант кіріп келген. Көзге ұрған өткір жарықтан жасқанып, жыпылықтап қалды да, алақанымен таңқылау танауын сүртті. Одан: генералдың бұйрығы бойынша жұмыс істеп қайтуға келдім, лейтенант Угрюмов, деп жөнін баяндады. Аңыра қарап қалыппын. Жұмыс істеп қайтуға? Генералдың бұйрығы бойынша? Не деп тұр мына балақай? Ғайыптың құдіретімен бет аузындағы ірі секпілі, көктемнен бері кетпеген телогрейкалы осы ақсары жігіт маған 17-18-дегі жеткіншектей болып көрінді. Үлкен аузының үстінде жаңа тебіндеген түбіт мұрты бар. Жоғарғы ерні біршама түрік. Сөйлей бастаған кезінде сол ерін біртүрлі бүктеліп, қатпарланып кететіндей. Темекі түтінінен әбден ысталып қарая бастаған тісі де кетік екен. Петлицасындағы лейтенанттық төрт бұрышты белгісіне қарамастан өзін офицер деп қабылдауын қиын. Менің абдырағанымды аңдаған ол: танкі қиратушылар тобының командирімін, бір күнге сіздің қарамағыңызға келдім, деп сөзін жалғастырды. Сөйлеу мәнері нақпанақ, осынша айқындық сыртқы сықпыты ұйқы-жиқы жасөспірімдік түріне мүлде сәйкеспейді. Отырыңыз, жайғасыңыз, жолдас лейтенант. Ол тізе бүкті. Темекі тартуға рұқсат па? Тартыңыз. Угрюмов бас киімін шешіп, қалтасынан газет пен шағын дорба шығарып темекі орады. Тырнағының асты кір, саусақтарының еті де қарауытып, жарықшақтанып кетіпті. Байқауымша, бұл қолдар үстіндегі ұйпа-тұйпа сырма бешпеті секілді топыраққа күн сайын талай мәрте салынып, тоза түскен сияқты. Кенеттен есіме сап ете түсті. Угрюмов. Таяуда осы лейтенанттың жаза басқаны туралы естіп ем ғой. Немістердің біздің дивизия шебіне енді ғана жанаса бастаған кезі еді. Бұл бірде барлаушылар взводының командирі ретінде бөлімін орман ішінде қалдырады да, өзі жергілікті шаруаларша киініп алып, дұшпан әскері алып үлгерген деревняны шолып қайтуға жөнеледі. Сөйтіп елді мекеннен түнделетіп қайтып, өз взводынан адасып қалыпты. Міне сол қателігі үшін қызметінен шеттетілген. Осындай жігітті Панфилов байқап қалған болып тұр. Бұған танкі қиратушылар басшылығын сеніп тапсыруы да бекер болмаған. Угрюмов махоркасын құшырланып рахаттана сорды. Шылым түтінінде аузы мұрнынан соншама бір ләззатпен шығаратындай. Мұншалықты шылым қор адамды, немесе анығырағы осынша құныққан темекішіні бұрын соңды кездестірмеппін. Кешкі тамаққа күріш ботқа пісірілген екен. Аспаз Вахитов ас салған тәлеңгелерін тарата бастады.
бірақ біздің елеусіз мейманымызға дәм ұсынудың орнына оны тіпті көзге ілген жоқ. Вахитов, лейтенантқа тамақ бермегеніңіз не? Угрюмов ыңғайсызданып қалды. Рахмет, мен тамақтанып келдім, жолдас аға лейтенант. Ештеңе етпес. Тағы тамақтаныңыз. Оған да ботқа әкелінді. Противогаз сөмкесінен өз қасығын шығарған ол тамаққа да темекі тартқандағыдай тәбетпен бас қойған. Көсіп алған ботқаны аузына жөнелткен сайын қасығын жалайтын әдеті бар екен. Тәленкедегі асты түгесіп болған соң, үстел үстіндегі үйілі жатқан қара нанға қол созды. Шылымнан ысталған ірі тістері бұл дәмді де жатырқай қойған жоқ, күтірлете соқты. Қонағымыз шайдан бас тартқан. Тағы да жуан қылып орап алып ащы шылымын будақтатты. 6 бөлім. Таңертең Шакоевты шақырттым. Бұлшық еті бұлт-бұлт ойнаған қара мұртты Шакоев өзіне генералдың Қораштау өкілін таныстырған сәтте оған көзін сығырайтып мысқылдай қарады. Түске қарай танкі жойғыштар взводына келгенмін. Қайтадан алаша бір қар басып үлгерген алаңда фанерден құрастырған танкі макеті қойылыпты. Кей тұста балшық үйіндісі қарауытады, жер қазылыпты. Жауынгерлер жол жиегіндегі жыраға жайғасып, Угрюмовтың сөзіне құлақ қойған. Оны қара күшпен ала алмайсың, дейді Угрюмов. Ал асып саспасаң, жеңіп шығасың. Осы бір бозбала дерлік таңқы мұрын жігіттің аузынан асып саспасаң дегендей, байсалды, мағыналы сөз естудің өзі қайтадан қызық көрінді.